Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше кешкі астың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. YouTube арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдымен қамыр ашытамыз. Ыдысымызға жылы су, тұз және де ашытқы қосып араластырамыз. Төменге описанияға рецепті жазып қалдыратын боламын. Араластырып болғасын, үстіне тағы да 2 шай қасық кептірілген укропты қостым. Қоспай қойсаңыздар да болады. Енді қамыр елейміз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Бірден барлығын қоспаймыз, аз-аздан қоса отырып қамыр елейміз. Қамырымыз қатты жұмсақ немесе тастай қатты болмау керек, орташа етіп елейміз. Сонда қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Ал енді қамырымызды илеп болған соң бетіне ауа кірмейтіндей етіп пищевой пленкамен жауып қойып, жылы жерге 1 сағат, одан күштісі 2 сағатқа қалдырсаңыз қамырларыңыз жақсы ашып шығады. Енді қамырымыз дайын болғанша подливтерін турап, яғни көкөністерімізді, етімізді турап дайындап аламыз. Ет менде жылқы еті, 250 грамм ет. Одан да көп болған қаласаңыз, көбірек қосып турап қойсаңыз болады. Етімізді турап болған соң тәтті бұрыш 3-4 дана тәтті бұрышты осылай кесіп дайындап аламыз. Одан соң видеода менде картоп пен сәбізді турағаным түсірілмей қапты. Картоп және де сәбізді үккіштен өткіземіз. Негізі тек ет, пияз осы болгар бұрышымен қуырып істесеңіздер өте күшті болып шығады. Бірақ үйде балалар болғандықтан мен картопты да қосуды жөн көрдім. Немесе үйіңізде ет болмаса, тек картоппен істесеңіздер де дәмі өте керемет болып шығады. Енді достар, барлығын кесіп болған соң табаны қыздырып майымызды, етімізді қызарғанша қуырып аламыз. Одан соң үстіне пиязымызды қосып сарғайғанша 5 минуттай қуырып аламыз. Қуырып болған соң астын жай қойып, бетін жауып 10 минуттай бұқтырып қоямыз, немесе 15 минуттай. Одан соң картопты да салып 10 минуттай бұқтырамыз, баяу отта. Енді осы дайын болғанша қамырымызды ашып дайын болып қалды. Мінекей қамырымыз. Азырақ ұнымызға аунатып, дәл видеодағыдай кесіп аламыз. Ұн көп сеуіп қойдым. Негізі ұнсыз тек сұйық майға аунатып кессеңіздер де болады. Неке осындай бөліктерге бөліп аламыз. Қатты үлкен етіп кесіп қоймаңыздар. Өйткені подливтің бетіне қойған кезде қамырымыз ісініп көлемі үлкейетін болады. Осылай кесіп болған соң қолымызбен дөңгелектеп осындай таза шашыққа қойып бетін жауып жарты сағатқа қалдырамыз. Сонда қамырымыздың жарты сағатта тұрған соң жылы жерде көлемі ұлғаятын болады. Ал енді достар, болгар бұрышы мен сәбізімізді қосып 5 минуттай қуырып аламыз. Одан соң үстіне 2 ас қасық томат пастасын қосып тағы да қуырамыз. Негізі өте күшті тағам. Сіздер бұл тағамды жасап көрмеуіңіз де мүмкін, сондықтан сіздерге жасауға кеңес беремін. Қуырып болған соң үстіне су құямыз. Дәл видеодағыдай осындай бокалмен мен 2 бокал құйдым. Осы подливтің бетін сәл жауып тұрса жеткілікті. Сорпамыз, яғни суымыз қайнаған соң осындай кептірілген чеснок, тұз қосамыз, 1 шай қасық. Немесе татымына қарай қоса бересіздер. Қайнаған соң бетін жауып бұқтырып қоямыз. Неке қамырымыз дайын болды. Енді жарты сағаттан кейін осы подливтің бетіне қойып шығамыз достар. Астын қатты қоямыз. Суы тартылғанша бетін жауып қоясыздар сосын. Суы тартылғанша бетін жабамыз, сонда қамырларыңыз ісінетін болады. Суы тартылғаннан кейін достар, келесі бетіне аударып, астын жай қойып жарты сағаттай баяу отта дымдайтын боламыз, яғни буына қамыр пісуі керек.
мінекей суы тартылған соң осылай жайлап өзі ісінеді. Ал мінекей достар, тағамымыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Видео ұнаған болса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.